Adjectives describing people. Сын есімдер адамдарды сипаттау. Бірінші жаттығуда бокстың ішіне сын есімдер берілген. Сол сын есімдердің бір-бірімен антонимін табу керек, және де personality дегеніміз адамның тұлғасы қасиеттерін сипаттайды, appearance дегеніміз сырт келбетін сипаттамаларын бөліп жазамыз. Енді сөздердің аудармасына келетін болсақ, horrible қорқынышты, young жас, friendly досшыл, fair ашық түсті, short қысқа, unfriendly досшыл емес, dark қараңғы, noisy шулы, old ескі кәрі, quiet тыныш, tall ұзын, nice жақсы. Personality friendly, unfriendly, horrible, nice, quiet, noisy. Appearance young, old, short, tall, dark, fair. Екінші жаттығуда 6 сурет берілген. 6 суреттегі әр адамға 2 сын есімнен таңдау керек болады. Бірінші суретке short and dark таңдадық, себебі кішкене қыз қысқа бойлы және қара шашты. Екінші суретке үлкен кісіге old and nice таңдадық, себебі old деген үлкен, жасы үлкен, nice деген жақсы деген мағынада. Үшінші суретке friendly and dark таңдадық, ол досшыл және де шашы қара түсті. Төртінші суретке tall және fair таңдадық. Төртінші суреттегі бала бойы ұзын және де шашы ақшыл түсті. Бесінші суретке noisy and young таңдадық, себебі young жас бала, noisy шулы. Алтыншы суретке quiet and good looking таңдадық, себебі қыз тыныштықта кітап оқып жатыр және де қыз әдемі болғандықтан good looking таңдадық. Look at the information about the TV program and look at the interviewer's notes. Guess the answers to the question. Үшінші жаттығуда интервью алушының сұрақтарына қарай отырып, шамамен жауаптарды тауып көрейік. Бұл жердегі жауаптар үшінші жаттығудың интервью алушының сұрақтарына шамамен берілген жауаптар. Төртінші жаттығуға келетін болсақ, listeningді тыңдай отырып, сұрақтарға қандай жауап берілді, сол жауаптарды жазу керек. The first question, where are they from? Олар қайдан? They are from New York City. Олар Нью-Йорк қаласынан. Second question, how many children have they got? Олар неше бала шағасы бар? They have got 12 children. Олардың 12 бала шағасы бар. The third question, is the house very quiet? Yes, it is, because they are all good. Number 4, has Mr. Lewis got a job? Mr. Lewis'тің жұмысы бар ма? Yes, he has got a job. Number 5, have they got any pets? Олардың қандай да бір жануарлары бар ма, үй жануары? No, they haven't got any pets. Жоқ, олардың үй жануары жоқ. Number 6, have the children got different rooms and beds? Балалардың әртүрлі бөлмелері мен жатын төсектері бар ма? No, they haven't got any different rooms, but they have got beds. Number 7, is Mrs. Lewis from a big family? Lewis ханым үлкен отбасыдан ба? It isn't said about it. Number 8, how old are the children? Балалардың жастары нешеде? The baby is 1 month old and the oldest is 19 years old. Ең кішісі 1 айлық бала, ал ең үлкені 19 жаста. Number 9, what adjectives describe the children? Қайсы сын есім балаларды сипаттайды? Fair, quiet, serious, friendly, tall. Балаларды сипаттайтын сын есімдер. Fair, quiet, friendly, tall. Төртінші жаттығуда listening. Тыңдау керек болады, яғни программада қандай сұрақтар қойылды. Және де үшінші сұрақта қайсы кездесті, соны табуымыз керек. Listeningда 2-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 8-ші сұрақтар кездесті. 6-ші жаттығуда астында бокстың ішіндегі адамдарды сипаттайтын бірінші жаттығудағы сын есімдерді қолданып сөйлем жазу керек.